Анан ағасы. Болған оқиға. Сонау 70-ші жылдары жаңадан құрылып жатқан бір совхозға шофер болып бардым. Бір жағы руас ағайын, бір жағы өзіммен бірге машина айдайтын тапал бойлы келген жылдам қимылды жұмыстас жігіт. Мәке, үйін көшіп келгенше біздің үйге жата берсенші, деп шата жабысты. Жалпы бұл жігітті іштей жақтырмайтын едім. Себебі бұны сырттай ел, іші тар, орынсыз қызғаншақ, мінезі жатақ. Ал аузына арақ тисе алдындағы әкесін де көрмейді. Тіпті үйіндегі анасына да қолы тиетін қатыгез деп естейтін едім. Білмеймін, сондай жағымсыз сөздерді ести тұра жарайды деп айтқанына көніп қалдым. Менің барғаныма шүйкедей кішкентай қара кемпір анасы мен жалғыз қарындасы жүрегі жарыла қуанды. Хош, сол үйде тұрдым деген аты болмаса, совхоздың таусылмайтын қарбалас жұмысынан қол тимейді. Бәкеннің үйінде жаңа үйленген келіншегі бар екен. Бір күні Бәкеннің үйіне ертерек келсем, үйі толған ауыл адамдары. Ойбай Мәке, Бәкеннің қарындасы күйеуге қашып кетіпті. Сен ешқайда кетпе. Қазір Бәкен келсе, бәрімізді қырады, деп үлкен кішісі сабылып жүр. Мен жуынып шайынып үйге кіріп салып қойған төсекке қисайып жатырмын. Анадай жерде бейшара анасы қалтырап дірілдеп бір бұрышта бүрісіп отыр екен. Әже, неге сонша қорқып отырсыз? Ау, кетсе бойжеткен қыз ғой, өз еркімен теніне кеткен шығар. Ағасы түсінер, неге соншама қалтырайсыз? Деп едім, анасы байғұс жылап қоя берді де, ол қыздың қашып кеткеніне мені де кінәлі көреді ғой, дейді маған қорқынышқа толы көзімен қарап. Бәкеннің әйелі дастархан дайындап жатыр. Байқаймын, ол анасындай абыржып тұрған жоқ. Сөйткенше есіктен әкен, шешен, бабан деп балағаттап, жолдағы үлкен кішіні жапсыра басып кіріп келді де, бұрышта отырған анасының жүрек тұсынан теуіп кеп жіберді. Үйдің іші у-шу болды. Орнымнан қалай ыршып тұрғанымды білмей қалдым. Екі көздің арасынан бір-ақ ұрдым. Көтеріліп барып жарға жабыса құлады, бірақ иесінен танбады. Ұстап алып қол-аяғын байлап тастайын деп ұмтылып едім, жанталаса еңбектеп қолтығымның астынан шығып кетіп, далаға тұра қашты. Далада қараңғы түсіп кеткен кез, таба алмай қалдым. Іздеп біраз жүріп үйге қайтып кірсем, ауыл дәрігері келіп талып қалған әжені есін жинатып укол салып жатыр екен. Анам алғынды ұстай алмай қалғаныма өзімді ұстай алмай қалшылдап тұрмын. Сөйткенше біреудің жан дауысы шықты. Ойбай, Бәкен сарайдағы сандықтан мылтық алып атайын деп жатыр, деп жүгіре басып, есік алдындағы сарайға кіріп барсам, көне сандықтан қосауыз мылтығын алып құрастырып болып, оқ салған патронтажды беліне байлап жатыр екен. Мені көріп сасып қалды. Мылтығын көтеріп үлгермеді. Секіріп келіп көкірек аузынан бір тептім. Сол кезде мылтығы ұшып кетті де өзі бүктеле құлады. Мылтықтың дүмбі жағымен арқасынан қайыра ұрдым. Қимылсыз қалып етпетінен түсті. Көзім түк көрмей кетті. Бұл малғын шешерғыш найсап қой, бұны жер бастырғанша майып қылып тастайын деп, етпетінен жатқан оны мылтықтың дүмбісімен құлаштап ұруға қолымды көтере беріп едім. Ойбай-ау, қолым болайын, жалғызым ғой менің, багам-ау, жалғызым ғой, ұрмашы, деп анасы үстіне келіп құлады. Мен мылтықты алып есіктен шығып кеттім. Кейін ойланамын. Кейбір ана жүрегі қандай кен, сол жалғыз баласы үшін өзінің жүрегінен теуіп талдырып тастаса да, мылтық алып атып тастағысы келіп жүрсе де, сонда да қаmpезер баласын қорғап үстіне құлап жылап жүр. Міне, мен осы оқиғадан кейін оның үйінен кетіп қалдым. Бірақ анасы маған кетпей деп көп жалынды. Қаншама сорылған ана аяғаным мен ол үйде қала алмадым. Бірақ баласына анасының көзінше айттым. Мен бұл үйде мына әжемнің ақ ниеті үшін жүредім. Бірақ сенің мынау ісіңді көріп тұрып, мен қала алмаймын. Бір күні сені өлтіріп тастармын. Аман тұрғанда кетейін. Қатынын ұрды дегенді естіп едім, ал анасын ұрады дегенді естпек түгілі өз көзіммен көрдім. Кеше сол өзін сабаған анан менен арашалап алмағанда, я сені мүгедек қылар едім. Я таяқ қате тиіп сен өліп кетер едің. Сөйтіп мен сотталып кетер едім. Жалпы мен жас кезінде осындай төбелесте біреуді ұрып-жығып отырып келіп едім. Сені де мені де бір Құдай сақтады. Енді сендей малғынды көрмеймін, деп шығып кеттім. Сол ана кейін көп ұзамай қайтыс болды. Анау тас жүрек баласы да оңбады. Анасының басына көк тас қоя алмай қаңғып кетті. Ақыры Алматы жақта қаңғып жүріп өліп естеніп кеткен жерінен біреулер тауып алыпты. Тауып алып көміп тастапты. Ол екенін қалтасындағы құжатынан білген. Сөйтіп ол ит өліммен өлді. Міне, анасын сабаған азғынның тағдыры осылай бітті, деп Мәкен ағамыз
ауыр күрсініп әңгімесін аяқтады. Құрметті тыңдарман, жер сыры парақшасына тіркеліп лайк басып кетіңіздер.